12 айдың сұлтаны болған Рамазан айының 8-ші күні де келіп жетті. Елімізде Рамазан айының қасиеті асқақтап арамызда ораза ұстаушылар қатары жылдан жылға молаюда. Ата-бабамыздан бүгінге ауыз әдебиеті арқылы мұра болып жеткен жарапазан жыры кей өңірлерде қайтадан жаңғырып жатыр. Жарапазан, жарамазан, яғни арабша Рамазан келді деген сөзден шыққан. Баяқ кезде жарапазан жырын бүкіл қазақ ауылы қауым болып айтқан болса, ал қазіргі кезде ол қолданыстан қалып бара жатқан ұлттық фольклордың бірі десек те болады. Сюжет көрейік. Айты деп жарапазан сөге көрме, пайғамбар жолын қуған адам едік. Ей Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан. Рамазан айы басталса, жарапазан айтып үйді аралаймыз. Бұны біріміз салт дәстүрмен байланыстырсақ, енді біріміз діни сипаты бар екенін алға тартамыз. Дегенмен оның халық арасында қалай тарағанын ақындар жазды ма, әлде ауыздан ауызға тарады ма, шынымен дінмен байланысты ма, көбіміз біле бермейміз. Түркітанушы Ағиділ Тойшан жарапазан тарихын былай тарқатты. Бұны бір үлкен танып зерттеген кісі Қалел Досмұхамедов. Бұл славяндардың калеткасына ұқсас деп айтады. Сонда бұл кісіден артық біз білдік деп айта алмаймыз. Ежелгі күн мен түн теңелген наурыз кезінде славян халықтары да, түркі халықтары да осы үйді мақтап, үй иесінің мақтап, соның қожайындарды мақтап, сыйлық алып жүретін балалардың өлеңі болған жаңашылда. Ал кейін келе ислам діні бізге енгеннен кейін бұл енді мұсылмандық сипат алған. Яғни жарапазан айтатындар әу бастан-ақ ескертпей келіп, есік қағып, сол үйге бата тілек арнап, соның еншісіне сыйдам еткен. Үй иесі де өлеңші балаларды құр қол қайтармайтын болған. Қазіргі кезде осы дәстүр жалғасып келеді. Мақтау өлең айтып, сый алып жүрген балалар баршылық. Жарапазан ол ораза ұстаған адамдарға айтатын бата, содан кейін бізге сыйлық береді. Сіз сыйлықтар дейсіз? Мен сыйлықтарды ақша болса жинаймын, тәттілер болса үйге апарамын. Дегенмен қазір көпшілік арасында жарапазанды базар аралап, кәсіп жасап, табыс табу үшін айтып жүр деген пікір бар. Мұны жарапазанның мәні өзгерді деп қабылдауға бола ма? Бұл енді бірден наурыз кезінде біреудерден қайыр сұрау емес. Сыйлық алу, белек дейді. Белек алу үшін істеп жүрген дүниесі Ноғайда да тұр, наурызда айтатыны, татарда да тұр, құмықта да тұр. Наурыз бәнт деп айтады олар. Сондықтан бұның жанданғаны дұрыс. О жерде біз сауап болсын деп елге қайыр, зекет, садақа береміз ғой. Сонымен де үйлесіп кетіп отыр бұл. Өзіміздің тілімізді насихаттап жатыр. Әнімізді, фольклорлық музыкамызды насихаттап жатыр. Яғни заман талабы өзгерген сайын жарапазанның мәні де, сөзі де өзгере бастағанын байқауға болады. Тіпті әлеуметтік желіге арналған түрі де бар. Айтамын жарапазан ватсабыңа, ораза келіп жетті қас қағымда. Қасиетті осы айда бар тілегім, қуаныш күліп тұрсын аспаныңда. Жарамазан, мен айтайын, бұл Рамазан, оразаңыз қабыл болсын, ұстаған жан. Басыңызда кредит қарыз, проблема жоқ болсын, адал тапқан берекелі ақшаларың көп болсын. Демек, Рамазан айы туғанда айтылатын бұл жырды кім қалай түрлендірсе де сөге алмаймыз. Бастысы әрі дәстүрмен, әрі дінмен байланысы бар әдеби мұрамызды ұмыт қалдырмасақ болғаны. Маржан Үсіпбек, Қуандық Әлімжанов, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.